қашақты шеңберден бастаймыз. Қазір барлықтарымыз бір-біріміздің қолымыздан ұстап, шеңбер бойымен орналастырамыз оқушылар. Бір-бірімізге жылы тілектерімізді білдіреміз. Жансен, бүгінгі күн сәтті өтсін. Денсаулығың жақсы болсын. Сабағы әрдайым беске толсын. Бәріміз біріміздің қолымыздан ертеден жақсы алсын. Өте жақсы, рахмет. Оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды бізде топқа бөлеміз. Қазір сіздерге мен мындай QR-код арқылы берем. Сол QR-кодты өздеріңіздің ұялы телефондар арқылы сканерлейсіздер. Сол суретке байланысты әлеуметтік желілер және компьютер виртуалды шындық болып үш топқа бөлінеді. Сканерлейміз. Сол бойынша топқа бөлінеміз. Кімде компьютердің суреті, компьютердің алысамыз. Жақсы. Оқушылар енді үй тапсырмасын тексеру мақсатында қазір мен сіздерге тест тапсырмасын таратып беремін. Оқушылар, сіздер мына тесттің жауаптарын осы мына бланкіге Z-Create қосымшасының бланкісіне белгілейсіздер. Және мен ұялы телефон арқылы сізді тексеріп беремін жауаптарын. Үш топқа үш тапсырманы беремін. Қанекей топ қол бақылдасамыз, мына жауаптарын мына қағазға белгілейміз. Қанекей. Оқушылар, барлықтарыңыз тестті белгілеп болса, мұнда жауаптарын тексеріп берейін. Қанекей компьютер тобы, виртуалды шындық тобы болдық па? Неше ұпай алады екен виртуалды шындық тобы? 5 ұпайдан 5 ұпай алып тұр. Өте жақсы балалар. 3 жапалақ. Компьютер тобыныкін қанша ұпай жинады екен? 3 тобын. Өте жақсы. Әлеуметтік желілердің сұрақтарын көрейік балдар. Өте жақсы. 5 сұрақтан 5-еуінің барлығы өте жақсы балалар. Технологиялардың дамуына байланысты үйден шықпай, компьютерді қосып, немесе смартфонды ұстап отырып, жер шарының кез келген жеріне бару, музей мен көрме залдарын аралау мүмкіндігі пайда болды. 3D панорама деген не? Суретке түсіру кезінде бірнеше түсірілім жасалады да, фотоаппарат немесе оған қоса берілген бағдарлама оларды бірыңғай панорамаға біріктіреді. Сондай-ақ, камераны бұрған кезде кеңістік матрицасының пиксельдерін бір қатармен сканерлеу әдісі де бар. Осы тәсілдің арқасында панорамалық сурет жасауға болады. Осылайша виртуалды тур пайда болды. Виртуалды турларда кәдімгі фотосуреттерді интербелсенді қарау сипатымен ерекшеленетін фотопанорамалар негізге алынған. Виртуалды турды қолданушы белсенді аймақтар арқылы немесе тур картасын басшылыққа ала отырып, панорамалар арасында қозғала алса, тіпті қызықты болады. Виртуалды турды жасау процесін 3 кезеңге бөлуге болады. Нысанды суретке түсіру, алынған суреттерді өңдеу және виртуалды турды түпкілікті құрастыру. Виртуалды турларды жасауға арналған бағдарламалық қосымшалар. Енді сіздерге сұрақ бар. Жалпы 3D панорамалық
суреттерді көрдіңдер ме? Қандай әсер алдында? 3D панорама жасауда қандай құралдар қолданамыз? Сол туралы айтайық оқушылар. 3D панорамалық суреттерді көбінесе онлайн турлардан көруге болады. Үйден отырып, компьютерден, немесе осы карантиннің кезінде осы 3D турлар арқылы біз басқа елдегі мысалға мұражайлармен таныса аламыз. Фото түсіріп, жантоты жинау, өңдеу деген сияқты, ал үшінші топқа жылжымайтын мүлікті ала қойыңыздар. Кәнекей оқушылар, бір-біріңізге түсіндіріп, бірінші фотоны түсіріп аламыз, секілді кезеңдерден тұрады. Мен мына жұлдызды Аяжанға беремін, себебі Аяжан бүгінгі тақырыпты, яғни 3D панораманың түрлерін жақсы түсіндіріп, сабаққа белсене қатысты. Ал екінші жұлдызды Рамазанға беремін, себебі Рамазан да бізге 3D панораманың түрлерін дұрыс түсіндіріп, бәрін анық жеткізді. Тілегім осы қалыптан жаймай алға баса берді. Болды. Мен мына жұлдызды Жансенге беремін, себебі Жансен бүгінгі сабаққа өте белсенді қатысты және 3D панорама жасаудағы осы түрлерін біліп және осы программа жасаудың түрлерін білді. Ал мен мына жұлдызды Әлиханға беремін, себебі ол бәрімізге жақсырақ түсіндірді. Ал мен бүгінгі тілегім осы сабаққа белсенді қатысып, таймай жүре беріңдер. Мен бүгін 2 жұлдыз бір тілекті Альбинаға бергім келіп тұр. Себебі ол бүгін 3D панораманы қандай салаларда қолданылатынын жақсы түсіндіре білді. Және де тақырыпты өте нақты және де түсінікті айта білді. Тілейтін тілегім алда саған сәттілік тілеймін. Имеечком поставить эдиторға приложение кіріп, осы импорт Өте жақсы, енді 3D панорамасын көрсете ғой, әртүрлі қылып көрсете ғой. Свен арқылы. Үлкен бересін мысалы. Қай қалаға саяхаттадық қолдар? Бұл Рим. Қалай орындадық? Назыматтағы? Қандай команда орындадың? Бірінші импорт жеріне барып, Add Images кнопкасын бастым, яғни бұл жерде суреттер жүктейміз. Келесі бұл жерде суреттерді ретіме орналастырып, келесі бағытқа қарай өтеміз. Келесі бағытта осы біздің 3D панорамамыздың, яғни әртүрлі қасиеттері бар, соның біреуін басып, қайсысы дәл келеді, соны басамыз. Өте жақсы. Айналдыра қойды. Астана қаласын саяхат сұрады. Жалпы Астана сұрады. Өте жақсы. Андай панорама сияқты тұрады. Тез-тез. Өте жақсы. Қанекей оқушылар, енді біздер Word Wow Net платформасы бар. Қазір біздер сұрақтарға жауап береміз. Қанекей тақтаға кім шығады оқушылар? Бірінші сұрақ, арнайы программалық сақтама көмегімен жасалған компьютер. Өте жақсы. Келесі. Сұрағын оқи ғой. Виртуалды машиналарды таңдаңдар. 3 жауап дұрыс. Әділде белгілі. Жақсы. Келесі. True or false? System virtual machine. Желі виртуалды машина. True. Өте жақсы. Белгілі. Translating virtual operating system. Виртуалды оператор. Өте жақсы. True or false? Software. Балдар, енді біздер көз.com деген сайтта сол бүгінгі өткен терминдеріміз бар ғой, ағылшынша, орысша, қазақша, сол терминдердің жұптарын таба қоямыз. Кәнекей кім қаттарға шығады? Альбина келе ғой.
Так, начать. Поставимыз. Так, живын табамыз. Пожалуйста. Тежасы ждағандаймыз. Айта тұрыңыз, тезесін. Өте жақсы. Біз Padlet платформасы арқылы аламын. Қазір сіздер сабақта нені білдіңіздер, нені үйрендіңіздер, нені білгіңіз келеді, сіз оны жаза қояды оқушылар. Ол үшін бірақ біз WhatsApp-тарыңызға ссылканы жібердім. Сол ссылканы басып, өздеріңіздің келі байланыстарыңызды жаза қойыңыздар. Так, жаңа ссылканы ашып жіберіңіз. Смайт соңы. Телефон ақпарат қосамыз. Қызыл, жасыл түсі таңдаймыз да, тақырыпта жаза қойыңыздар. Нені білдіңіздер, нені үйрендік, нені білгіміз келеді, жазып подтвердикті баса қоямыз. Сіздердің жазғандарыңыз мына экранға келіп түседі болған. Келі байланысты жатып, мен бүгінгі сабақтан жақсы әсер алдым. Бүгінгі сабақ ерекше болды. Өтті 3D турларды жасауды үйрендім. Өте жақсы. Өте жақсы. Тез өте жақсы. Бәріміз екі үшінші жерімізді. Тезсіз қабылдағандар. Көп қой жүрегімізде. Өте жақсы. Жақсы.